Сәлем жақсыларым, қалайсыздар? Пюренің ең оңай әдісін үйретем. Ол үшін 3 картопты осылай қатты езіп қайнатып аламыз. Осылай шанышқымен үстін басып езіп аламыз, сармай саламыз. Сосын жарты пиала сүт құямыз. Сосын шанышқымен осылай жартылай езіп аламыз да. Сосын миксермен жақсылап бір келкі масса болғанша тоқтамай еземіз. Осылай кемі 3-4 минут тоқтатпай араластырып тұрасыздар. Сосын осылай бір келкі масса болады. Өте әдемі әрі ерекше болады. Міне жақсылар, осындай әдемі ерекше пюреміз дайын болды. Қасына котлет, гречка болмаса, жұмыртқа, колбаса, макарон қайнатып қойсаңыздар да болады. Осылай қасықпен салып, әдемі қылып сән беріп қоюға да болады. Осылай істесеңіздер, пюрелеріңіз ерекше әдемі көрінеді. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қазақша каналды қолдап кетіңіздер. Рахмет.